Ибн Сирин деген. Қараңыз қандай нәрсені айтады. Мен дейді, өмірімнің бірқатар бір жасына келген кезде үлкен қарызды жүктеп алдым дейді мойныма. Қарыз қайтара алмаймын дейді. Қайтара алмаймын жаңа қарыз. Үлкен қарызға кіріп кеттім дейді. Содан көзімді жеткізді дейді Алла Тағала. Қайдан келген бұл қарыздың? Не үшін қарыз мойныма ілігіп кеткен? Бір кісіге мен осыдан 40 жыл бұрын айтқам дейді. 40 жыл бұрын бір адаммен бүйтіп сөйлесіп тұрып, тақырға отырушы деп айтып қалғам дейді. Я муфлис деп айтып қалғам дейді. Муфлис деген тақырға отырушы деген сөз. Сол сөзім үшін 40 жылдан кейін келді дейді қана кесірі. Қарызды мойныма іліп қойды дейді Алла Тағала. Қарызды қайтарамай жүрмін. Сондықтан әрбір болып жатқан істер, құрметті жамағат, ойламаңыздар ол жаңағындай бір тақуаларды сынап, бір анау сахабаларды сынағандай бір сынақтар келіп жатыр деп өзімізді алдатпайық кейде. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Алла Тағала ол сабырдың сауабын береді, ол қандай сынақ болса да. Алла Тағала Құранда айтады: "Уама асабакум мин мусибатин". Қандай да бір ауыртпалық, жаңа қарыз ба, тағы басқа қандай да бір ауыртпалық мойындарыңа келіп қалса дейді. Қараңыздар не дейді? Фабима касабат айдикум. Өз қолдарыңмен істеген кезіндегі істеріңнің кесірі дейді келген. Қиямет күні тозаққа түсіп кетпеу үшін осы дүниеде көтергізіп жатырмын дейді. Қараңыз ба? Сол нәрсені. Сосын айтады: "Уаяфу ан касир", қанша күнәларыңды елемей жатыр дейді. Құр арасында біреуіне жіберіп жатқаны дейді ол. Егер әрқайсысына жіберетін болса, ешкім аман қалмас еді дейді Алла Тағала. Қараңыздар қандай мәселе.